Еңбек етсең ерінбей, тояда қарыннан тіленбей деген қанатты сөз бар қазақта. Ал елімізде қыркүйектің соңғы жексенбісі еңбек күні болып бекітілгеніне 4 жыл болды. Бұл атаулы күнге орай облысымызда ұзақ жылдар тер төккен ардагерлер мен қызметкерлер марапатталды. Ал мемлекет тарапынан жас мамандарға қандай қолдау көрсетіледі? Бұл сұрақтың жауабын дәл қазір біле аласыздар. Диплом бар, жұмыс жоқ. Бұл бүгінгі жастардың басты проблемасы десек, артық айтпаспыз. Ал кейбір жағдайларда түйіндемелері де қараусыз қалып жатады. Бұның басты себебі іс тәжірибенің жоқтығы болып саналады. Олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Енді жалпы жастарға біздің берер көмегіміз тек қана бағанағы мемлекеттік бағдарламалармен ғана, оның ішінде дипломмен ауылға, одан кейін жұмыспен қамту, бізге жалпы жастар келеді. Жастар келген уақытта біз оларға дұрыс бағыт-бағдар береміз. Осы уақытқа дейін жалпы өзіміз жастар жағына көмектескен біздің жобаларымыз бар. Оның бір бағанағы осы жұмыс орнында жәрмеңкесі. Осы жылға дейін жаңағы 2000 жас жұмысқа жолдама алды. Оның ішінде жаңағы статистикаға келетін болсақ, 200 жас жұмысқа орналасыпты. Мен Талдықорған политехникалық колледжін бітірген, мені жұмысқа аласыздар ма? Мамандық есептеу техникасы. Жұмыс тәжірибеңіз бар ма? Жұмыс тәжірибем жоқ, өкінішке орай. Еңбек өтілінсіз жақсы жұмысқа орналасу өте қиын. Өйткені жұмыс берушілер бірінші кезекте жұмыс тәжірибеңе қарайды. Елімізде сәтті қадам секілді жобалар оқу орнын енді ғана бітірген студенттерге еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болуға мол мүмкіндік береді. Мен оқу орнын бітіріп, 2 ай жұмыс іздеп жүрдім, қатты қиналдым. Жұмыс орындарда барғанда маған айтты, іс тәжірибе керек деп. Маған мен оқу орнын бітірген соң маған қайдағы жұмыс тәжірибесі. Мен осы мемлекеттік жоба сәтті қадам бойынша жаңағы жастарды жұмысқа кіргізіп, сол бойынша жұмысқа алындым. Жұмыссыз азаматтарға құлақ қағыз. Облыста тұрақты күн көріс көзі жоқтарды жаңа мамандықтарға оқыту басталды. Қаласаңыздар, жұмыспен қамту орындарына хабарлассаңыздар болады. Курстар қысқа мерзімді, әрі нақты салалық кәсіпорындар базаларында өткізіледі. Оқу базасы ретінде іріктелген ұжымдар қатарында Байсерке Агро мен Татек сынды ірі серіктестер бар. Еркебұлан Жақыбай, Азат Тергеубаев, Таңжарық бағдарламасы.